Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен асқабақтан жасалатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырымызды илеп аламыз. Бір зуала қамырға бір жұмыртқа, бір кесе су, тұз және ұн қажет болады. Қамырымызды жақсылап илеп бетін жауып қоямыз. Одан соң фаршымызды дайындаймыз. Фаршымызға асқабақ, қой немесе сиырдың іш майы, пияз, тұз және бұрыш қажет болады. Мен арнайы өлшемеймін, көз өлшемімен жасай беремін. Қамырымызды қайта-қайта илеп тұрамыз, және де бұл жақсылап жарты сағаттан кем тұрмау керек. Жақсылап үйілғаннан кейін біз оны жайып, манты етіп, төрт-бұрыштетіп кесіп түйетін боламыз. Және де листімізді жақсылап майлап, мантілерімізді салып, мантілерімізді бетін жақсылап майлаймыз. Содан соң буға 40 минут қойып пісіріп аламыз. Егер де 40 минуттан асып кететін болса, біздің қамырымыз езіліп, жыртылып кетеді. Сондықтан да 40 минуттан артық қоймаңыздар. Сонымен біздің мантымыз дайын болады. Сізде жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.